Әйелдің өлімі туралы әңгіме. Шыны мынау еді тақсыр, деді жігіт. Патшаның алдына шарта жүгініп, әйелді өлтірген мен. Мына шал сол әйелдің әкесі. Ол қатынмен жолдас болғаныма көп уақыт болды. Онан қалған 3 балам бар. Әйеліммен бірге тұрған өміріміздің ішінде ренжіспей өте тату тұратын едік. Бұл марқұм бір күні науқастанып қалды. Тәуіп шақырып, ем істеттім. Көп күн жатып тәуір бола бастады. Тамаққа қарай бастаған кезде көңілің неге шабады жаным деп сұрадым. Ол бехе жемсін жегім келеді деді. Мен Бағдаттың барлық көшесін кезіп бехе жемсін іздедім. Көп кісіден сұрадым. Бар маған бақшам, кезбеген қыстағымда қалған жоқ. Оның маусымының өтіп кеткеннен бе, әлде ажалына себеп болу үшін осылай болуы ма, әйтеуір Бағдаттан табылмады. Ақырында біреу, бехе жемісі мұнан іздеп әуре болма, ол тек Басра қаласындағы патшаның бақшасында болады. Патшаның жеуі үшін ғана күнде сонан келтіріп тұрады. Нағыз мұқтаж болсаң, сонда барып, ерінбей сұрастырсаң, ептеп жасырын сатушылардан тауып алуыңа болады деді. Мен 5 күн жүріп Басраға барып, 3 ділдаға 3 бехе жемісін алып, үйге қайттым. Әйелім тұрып кетерліктей халге келмей, төсекте жатыр еді. Жанына қойдым да өзім дүкенге келіп, саудаға отырдым. Бір кезде қарақұл қолына 1 бехе жемісін ұстап, дүкен алдынан өте берді. Мен көп күн іздеп таппаған жеміс құлға қалай табылды екен деп таңырқадым. Құлға, қайдан алдың дедім. Құл күлді. Қайдан алдың дерің бар ма? Ашына жайың болса, табыла береді, бұл құрғыр. Осынау бір жерде көңіл тапқан бір әйелім болушы еді. Сол байқұс көптен ауру еді. Бүгін бір қолым босап, көңілін сұрағалы барсам, өзі жеймін деп, байын Басраға жіберіп алдырған 3 бехенің бірін берді. Сүйіктімнің бергенін жемей, көзіме сүртіп иіскеп жүрейін деп, алып келем деді. Мен мұны естіген соң қара аспанның тіреуі тайып, төбемнен басып қалғандай болды. Дүкенді тарс бекітіп үйіме келсем, әйелім ұйықтап жатыр. Қасына қойып кеткен 3 бехенің бірі жоқ. Ей оңбаған, бехенің біреуі қайда деді. Ұйықтап жатқан әйелді жұлқылап. Ол көзін ашты да, мен қайдан білейін, ұйықтап қалыппын, деді. Оның әр жағында сөзді созып жатуға мұршам келмеді. Ашу бұрықтырып, қазандай қайнады да, құлдың сөзін шын екен деп ұқтым. Пышақты алдым да өкпеден сарт еткізіп салдым. Өзі талқысып жатқан әйел, тіл тартуға шамасы келмей өліп кетті. Кілемге орап сандыққа салып, жәллә суына тастап, үйіме келдім. Үлкен балам егіл-тегіл жылап жүр екен. Неге жылаған себебін сұрадым. Жаңа шешемнің бас жағында тұрған бехенің бірін алып, көшеде ойнап жүр едім. Еңгезерде қарақұл келді де, қайдан алдың деп сұрады. Мен апамның ауруын әкемнің Басрадан әкеп бергенін айттым. Ол қолымнан жұлып алды да, қашып кетіп қалды. Енді апам ұрсады деп жылап отырмын деді бала. Мен ол марқұмның кінәсіз ақ өлгенін сонда ғана түсіндім. Бармағымды шайнап қайғы басып қанды жас көзімді бұлап отырғанда атам келді. Оған барлық оқиғаны айттым. Ол да бұл іске қайғырды. Өкінішті жұмысқа ортақ болды. 5 күннен бері күні түні жылаумен отырмыз. Тауықтың балапандарындай 3 балам үйде жылайды. Ақырысында менің кесірім уәзірге тиіп, өлгелі жатыр деген соң жүгіріп дар түбіне келіп едім. Ей ел иесі, әділетті тақсыр, өлтір мені ертерек. Мен сияқты нақақ қан төккен қара бетті, деп жігіт жылады. Патшаның бетіне қайтадан ашулы қан ойнап шықты. Жоқ, мен сені өлтірмеймін. Сен алдаған құлды тауып өлтірем деді. Әңгіме осыған жетіп, Шахризада әңгіменің аяғын ертеңге қалдырды. 20-шы түн. Ей ұлы бақытты патша, жігіт Құдай үшін мені тезірек өлтіріңіз деп патшадан тілек етті. Харун Рашид қаһарлы көзін уәзірге қайта қадады. Менің ойымша, күнәлі сенде. Сен көшенің қожынаған құлдарын бақыламай, бейбастық етіп жүгенсіз жібердің.
Егер 3 күнге дейін жерден қазсаң да сол қолды таппасаң, өзің соның айтқан өтірік үшін өлесің деді. Жақпар патшаның алдынан шықты да үйіне келді. Бір рет серпілген ажалдың қара бұлты қайта қоршап алғандай болды. Суға түскен қыш көзі еш уақытта саламат шықпайды деп жылады. Болмаған таудың шатқалына келіккендей бір іс болды. Бұлай тарсам өгіз өледі, бұлай тарсам арба сынады. Мен бір жапалақ болдым. Менімен тасты ұрса да мен өлем, таспен мені ұрса да мен өлем. Ол аты жөні белгісіз құлды қайдан таппақпын? Қызылға шапсаң маған шап деп мен үшін өлімге кім келе бермек? Уәзір құлды табылды екен деп ешқандай сұрау салмады. Үйінде алаңсыз отыра берді. Дәрет алып намаз оқыды. Қазыны шақырып алып, артынан қалатын малды кімге беру туралы өсиет етті. Сол кезде патшаның жендеттері де келіп, сізді патша шақырды. Құлды таппасаңыз дараға жүріңіз. Шақырған ел жиылып, сіздің асылғаныңызды көргелі күтіп отыр деді. Уәзір мұны естіген соң, қатын баласын жиып алып, қолына ұстап, қош айтыса берді. Уәзірдің тәуір көретін ең кіші қызы бар еді. Соны маңдайынан сүйіп, жасты көзін жұмып, тұла бойын сипап отырып, қалтасында томпиып тұрған бір затқа қолы тиді. Кенеттен көңілі бөлінген уәзір, балам, бұл не зат деді. Баяу дауыспен қызына. Бехе жемісі деді еркелеген қыз. Қайдан алдың деді. Қайғылы түсі өзгерген әкесі. Райхан деген құлыңыздан 2 алтын беріп сатып алдым деді қыз. Оны естіген уәзірдің бетіне қуаныш қаны тарап, құлды шақыртты. Есіктен еңгезердей болып кіріп, қол қусырып сәлем берген құлға, бехені қайдан алдың деді уәзір. Бүгін 5 күн болды тақсыр. Шынын сізге айтпағанда кімге айтайын? Көшеде келе жатсам бір бала ұстап ойнап жүр екен. Қайдан алдың деп сұрап едім. Шешесі ауру екен. Соған әкесі 10 күн әуре сарсаң болып жүріп, Басырадан 3 алтынға 3 бехе әкелгенін айтты. Сірә қатынын тәуір көретін біреу болса керек, мейлі ғой, онда нем бар. Қолынан баланың жұлып алдым да қашып кете бердім. Бала біраз жерге қуып жете алмай жылап қала берді. Жолай келе жатқанда жолыққан кісілер қайдан алдың деп көп сұрады тақсыр. Мен не де болса бір мақтанайын деп, тамыр қатыным бар еді, ол ауру еді. Көптен барғаным жоқ еді, бүгін барып едім, сол берді деп өтірікті соқты. Не болса ол болсын, соқтым өтірікті. Біразы нанды, біразы нанбады. Қолыма ұстаған бой үйге келдім. Мына Мырзатай қызыңыз сұраған соң 2 алтын алдым да бердім. Сатқаным емес қой тақсыр, кішкене қаншайымның қолына берген мырзалығы ғой тақсыр. Болмаса мен сатты дейсіз бе? Деп құл көзін жыпылықтатты. Ол неге сатады деп жазғырғалы отырма деп ойлады еді. Олай емес екенін артынан түсінді. Уәзір жоғын тапты да, келіп тұрған жендеті құлды айдатып ордаға келді. Рашидке болған істі басынан аяғына шейін баяндады. Халифа жоқтан өзгеден туып жатқан үлкен уақиғаларға қайран қалып, хатшыларына жаздырды. Жазушыларына кітап қылдырып, бұл да бір тарихтың ұзын желісінде бір кездескен уақиға деп қазынасында сақтатты. Қатынның кінәсіз өліп кетуіне себеп болған құлды дараға тартуға ұйғарды. Ол уәзірдің егінін егіп, малын бағып, жұмысын өгіздей еңсеріп, жапсыра істейтін бір жаны себіл жан еді. Мұндай дүниені етектеп тауып отырған тегін күшті өлімге беруге уәзірдің іші ауырды. Уәзір тіл майын ағызып, патшаның сірідей қатқан қақарын жібітіп, құлды тірі алып қалуға тырысты. Тақсыр деді. Басын төмен салып терең ойда отырған уәзір, қаңтарған арғымақтай кеудесін көтеріп, о, тіріге өріс, өлгенге қоныс беріп келе жатқан тұңғиық теңіз тәрізді бұл дүние. Осы жанның бәрін қарып, бір күнде көме салсаң да қара жер тойдым деп хабар айтар ма? Мұның тойдым деген күні болар ма тақсыр? Өлер әйел өлді, оның артынан өлім қазығына байланған мен де босадым. Өлімді өзі тілеген мына екеуі де өлімнен құтылып отыр. Енді өлді деген аты қарыс жерге хабар болып естілмейтін бір қолды өлтіргеннен не болмақ? Мұндай уақиғаның болғаны жалғыз ғана бұл емес, бұрын да болған.
болмашы нәрседен таң қалғандай талай уақиғалар туған. Сіз Нұридин мен Шәмшидиннің әңгімесін естісеңіз, бұдан әлде қайда қызық. Мен сізге соны айтайын. Егер көңіліңізге ұнаса, құлдың да өлім жазасын кешірім беріңіз деді. Бір өлік үстінде бір талай сыр ашып отырған патша әңгімені айтуға рұқсат етті. Сүйікті тыңдармандарым, әңгіменің жалғасын тыңдау үшін каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Әңгіменің жалғасын келесі бөлімде тыңдайсыздар.